Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай? Пеш шағылып жатыр міне. Мына жақтан көршіміз келді, Ержан деген жігіт. Біз міне маңайын түсіріп жүрміз. Ержан, ассалаумағалейкум. Қалыңыз қалай? Жатам, көлік не болды? А чё, кім? Мен видео түсіріп жатырмын. Зачем? Өзім үшін. Ертең бір қартайғанды еске аламыз, осы үйде тұрғанбыз деп. Көлігімді түсіріп отырмын ғой жай. Жұртқа көрсетейін деп, жақсылығында, кемшіліктерінде деген сияқты. Сол. Жоқ, қалай барып келдіңіз бе машинаға? Не болды? Қайда? Апардыңыз ба көлікті? Ана кісіге? Көрсеттіңіз ба? Апарды сізде қай жерде бастырады? Фотосы бар ма? Менікі мына жақ кетіп қалған міне. Жоқ, фотосын түсірмеппін. Осы жақ, мені көрдің ба? Осы жаққа кіріп кеткен ішіне. Бірақ қазір көрінбейді, иә. Только есік қана. Екі есік нетіп көттір, бірақ қазір байқадыңыз ба, көрінбейді вообще. Бір жаңа машина сияқты, иә. Сонда екі есік бастырады алы? Не, мынау әрі есіктен кішкене былай, мына жақта ойықтан былай кіріп кетті ішіне. Мына адам кішкене бүйтіп кіріп кетті. Так, істеп берді. Қазір түк. 250 запросил. Сізді көп қой енді. Сіздікі конкретно қанда. Сізде сонда екі деталь считается, иә? Менікі андай кішкене ғана ғой, сызықтар. Ал сізді кәдімгі опырылады ғой. Целый кеткен. 250 деген нормальный шығар, білмеймін енді. Цифра қалай екен. Что там, сіз келістіңіз бе, сөйтіңіз болдыңыз енді? Қымбат. Қымбат па? Машинаңыз қайда, қазір мұнда жүр ма? Көлігіңіз қайда? Анда ма? Қарай. Мен істемей кетпеймін, қарайым же. Сол өткендегі жерден істеген жоқсыз, е? Жоқ, сол не жоқ. Краска. Подобрать. Е. Қонды ғой, көп отличаться етпейді онда. Ой, күн тамаша. Ай шығып тұр. Пеш шағылып жатыр. Мәшінәміз тұр, есік алдында. Достар, алдыңғы уақытта осы ақпанның аяғында осы қайтадан 4%-ға көлік шығайын деп жатыр. Жаңалық сондай, естіген шығарсыздар. Бірақ тек сайт арқылы дейді. Яғни салонға барып көлікке тапсырыс бере алмайсыздар. Тек қана сайт арқылы деп жатыр. Сондай шектеу қойыпты. Сол Кобальттың бір-екі жақсылығы не, бір-екі минусын айтайын. Кобальттың ең жақсылығы қыс кезінде бір плюсы бар. Қыс кезінде енді Ташкент іші. Кәдімгідей ыстық. Өзі ана 5 уровень бар ғой, ауыстырып тұратын. 1, 2, 3, 4, 5 деп жаңа пештің ыстығына қарай. Соның біріншісіне қойыптық та біз солтүстіктің қатты аязында солай жүре бердік, сол бірмен. 2-ге, 3-ге көтерген жоқпыз. До того бірге қойған өзінде машина шықсып кететін сол. Сондай бір жақсылығы бар. Кемшілігі болса, кемшілігі бүкіл Кобальттарда бар. Барлығы айтып жатыр. Шешімі әлі табылмай жатыр. Біреулер табылды дейді. Бірақ әртүрлі выход етеді. Бұл мына астың дөңгелектің астындағы мынау стойка дейді ғой, стойка жақтағы бір тарсылды дыбыс қыс кезінде пайда болады екен. Ана көбісі айтады, бұл не деп? Қалай деуші еді ана? Резинкасы ішіндегісі. Резинкасы. Сол қатып қалады қыс кезінде дейді. Опора дейді ғой, ашқанда. Опорник дейді. Сол қатып қалады екен, содан қыс кезінде қиын сол қатып қалып тарсылдай береді екен. Шыны керек, ешқандай мүмкін зиян болмас көлікке. Мүмкін ешқандай стойкасында зиян емес шығар. Жүре береді шығарсын, бірақ бәрібір де құлаққа жағымсыз екен. Тарсылдап жатса бір түрлі есте көрінеді екен. Сол жағы. Міне сол жақ минусы бар. Барлықтарыңызға құлаққа алтын сырға дейді ғой. Көлік осы Кобальт аларда, соны біліп қойыңыздар. Бірден осы жағын тексеріп алыңыздар. Бізді білмедік, біз алғаннан кейін уже тарсылық пайда болды. Жұрттан сұрап жатсақ, группадан сөйтсе, көбісінде осы ауру бар екен. Кобальттың артқы жағы тарсылдайды деген сияқты.
барлығында сол тарсылдап жатыр екен. А так көлік енді сөз жоқ, жақсы, ыңғайлы, миниатюрный, кез келген жерге сыйып кетеді, ішінде отыру ыңғайлы. Былайша айтқанда отырғанда еңкейіп, асфальтты көре алмай, ондай деген нәрсе жоқ. Кәдімгі достойно тіп-тік отырасың. Көлік жеңіл тартады. Мотор деген Аллаға шүкір. Көбісі моторын мақтайды, мотор жақсы деп. Егер алу ма, алмау ма деген сұрақ болатын болса, ал деп міндетті түрде кеңес беремін. Ол анау минус болады кез келген машинада. Бұл көліктің де минусы бар, ол бірақ незначительный былайша айтқанда. Мән бермейтін минусты. А так сабан көлік керемет. Аллаға шүкір. Сол жақсы достар, осымен бүгін бейнеролик аяқталды. Негізі көлік түсірейін деп едім, осымен көршімді түсіп кеттік міне. Аманшылықта болайық. Кез келген келесі видеоларда мүмкін тағы да пайдалы видеолар болады. Мен осы жолы тағы видео монтаж жайлы түсірейін деп едім, бірақ оған мүмкіндік болмай қалды. Сол себепті бір көлік жайлы бір видео түсіріп жіберейінші деп шештім. Аманшылықтан жолыққанша.